күн балалар, бүгін тасымал тақырыбын тағы жалғастыратын боламыз. Сіздермен бірге Гүлзина Жақсылық. Балалар, бүгінгі сабағымыз тұсаукесер жыры және тасымал деп аталады. Осы сабақтан сіздер өлең оқып, оның кім туралы айтылғанын анықтайсыздар. Сөздерді дұрыс тасымалдауды жалғастырасыздар. Және тасымалданбайтын сөздерді білетін боласыздар. Айтылуы мен жазылуы бірдей сөздерді көшіріп жазатын боласыздар. Алдымен бейне жазбаны мұқият көріп шығыңыздар. Сілтеме қажет болса мұғалімдеріңізге немесе менен алсаңыздар болады. Сосын бейне жазбаны көріп болған соң, еркін микрофонды қолымызға алып, бірінші жаттығуды мұқият оқимыз. Тұсаукесер жыры. Қаз-қаз балам, тақымыңды жаз балам, қадамыңа қарайық, басқаныңды санайық. Қаз-қаз балам жүре ғой, балағыңды түре ғой, тай құлын боп шаба ғой, озып бәйге ала ғой. Өлеңді мұқият дауыстап оқып алсақ, өлең не туралы балалар? Өте жақсы. Осы өлеңнің ішінде балағыңды түре ғой деген сөзге назар аударыңдаршы. Балақ деген не? Өте жақсы, ол шалбардың тізеден төменгі жағын балақ дейді. Оны сіздер жақсы білесіздер, солай ма? Енді өлең неліктен тұсаукесер жыры деп аталған? Мына микрофонды қолдарыңызға алып, осы сұрақтарға жауап беріп көріңіздер, немесе бір-бірлеріңізден сұраңыздар. Бұл өлеңді қай кезде айтады? Сенің тұсауыңды кім кескенін білесің бе? Сол тұсауыңды кескен адам туралы әңгімелеп берші. Микрофонды қолға алып, өлеңді дауыстап оқып, сұрақтарға жауап беріп, өзіңнің тұсауыңды кім кескенін айтып берген болсаң, кереметсің деген белгіні сіздерге арнаймыз. Сосын балалар, серкіту сәтін жасап алыңыздар. Серкіту сәтін жасап, денемізді жаттығумен шынықтырып алған болсақ, дәптерімізді ашып, Т әрпін жазамыз. Жазып, әдемі жазған жазуымызды бір-бірімізге көрсетіп, бірін-бірімізді бағалап көрейік. Сосын екінші жаттығуда екі қатарда буындар тұр. Сол буындардан кім қанша сөз құрайды екен, және кім қаншалық тез құрап айтады екен, жарысып көріңіздер. Сосын сол буындардан құраған сөздеріңізді айтып, неше буын бар екенін анықтап, бір-бірлеріңізге дәлелдеп, егер барлығын дұрыс жасасаңыздар, бір-біріңізге жасыл қарындашты көрсетіңіздер. Ал енді қателеріңіз болған болса, бір-бірлеріңізге сары қарындашты көрсетіп, бір-бірлеріңізді бағалаңыздар, жақсы ма? Енді үшінші жаттығу. Өлеңді көшіріп жазамыз. Қаз баса ғой қарағым, құтты болсын қадамың, өмірге аяқ баса бер, асулардан аса бер. Өлеңді көшіріп жазып болсақ, өмірге және асулардан деген сөздердің тасымалдану түріне назар аударамыз. Өмірге деген сөзде үш буын бар. Өмірге. Бірақ бір ғана тасымал түрі бар. Неге? Дұрыс айтасыздар, өйткені деген жалғыз буынды жолдың екінші жағына біз қалдырып кете алмаймыз. Енді асулардан деген сөзге назар аударыңыздар. Неше буын бар санайықшы? А-су-лар-дан. 4 буын бар. Бұл 4 буынды сөзде 3 тасымал түрі болу керек еді ғой. Бірақ 2 ғана тасымал тұр. Неге? Өйткені А деген жалғыз буынды, жалғыз дыбысты жолдың біз екінші жағына қалдырып кете алмаймыз. Сондықтан 2 тасымал түрі бар екен. Өлеңді көшіріп, қарамен берілген сөздердің тасымалдану түрін түсінген болсақ, бір-бірімізге дәлелдей алсақ, тағы да жасыл қарындашты көтеріп, келесі тапсырмаға өтейік. Кім тапқыр әдісі арқылы мына жұмбақты аяқтап көрейік. Кезікті бір жануар, үстінде 2. Кім тапқыр, кім жылдам? Топ көріп бір-бірімізге айтайық.
үстінде екі тауы бар. Ол түйе. Өте жақсы дәптерімізге жазып, түйе деген сөзді жазып, тор көздерге оған дыбыстық талдау жасап, тасымал түрін көрсетсек, біз тағы да жасыл қарандашты көтере аламыз. Ал енді шығармашылық тапсырма сіздерге, балалар. Мына шатасып жатқан буындардан сөздер құрастырыңыздар. Сосын ол сөздерде неше тасымал түрі бар екен тауып, анықтап, жазып, оны мұғалімдеріңізге немесе маған жіберсеңіздер болады. Сонымен бүгін біз сабақта өлең оқыдық, өлеңнің кім туралы екенін анықтадық, сөздерді тасымалдауды қайталадық, және айтылуы мен жазылуы бірдей сөздерді көшіріп жаздық. Сабақ өте түсінікті болса, қосу таңбасын, түсініксіз болса, азайту таңбасын, немесе толықтай біле алмасақ, толықтай жазып үлгере алмасақ, онда құсбелгі таңбасын мұғалімдеріңе немесе маған жіберсеңіздер болады. Сонымен бүгінгі сабақты аяқтаймыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.